Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы өмірбаян түйіндеме. Өмірбаян түйіндеме. Ең бірінші біздер сөздікпен танысамыз. Түйіндеме, резюме. Өмірбаян автобиография. Жеке қасиеттер, личные качества, ұйымдастырушылық және басқарушылық қабілет, организаторские и лидерские способности, адамдармен қарым-қатынас орнатуға бейімділік, коммуникабельность, алға қойған міндеттерге шығармашылық көзқарас, творческий подход к выполнению поставленных задач. Түйіндеме дегеніміз не? Түйіндеме, резюме. Соңғы жылдары осы құжат түрі кең таралып отыр. Кәсіпорынға жұмысқа қабылдар алдында ең бірінші үміткерлерден түйіндеме ұсыну талап етілуде. Жұмысқа қабылданушы үшін бұл құжаттың басты мақсаты өзін-өзі көрсету. Түйіндеме өмірбаян секілді жазылмайды, оның жасалуы еркін болады. Мұнда қызмет іздеп жүрген адам өзінің білімі, еңбек тәжірибесі, жеке жетістіктері, кәсіпқойлық деңгейі, басқа да дағдылар туралы мәліметтерді қысқа әрі нұсқа етіп жазады. Жұмысқа алушы адам осы құжатқа қарап, үміткер туралы жан-жақты мағлұмат алады. Әңгімелесуге шақыруға болмайтындығын анықтайды. Сондықтан жаңа жұмыс іздеп жүрген жан үшін түйіндемені тартымды етіп жазудың маңызы зор. Түйіндемеде үміткердің аты жөні, туған жылы, күні, айы, туған жері, ұлты, жынысы, мекен жайы, телефоны, отбасы жағдайы, азаматтығы, білімі, бітірген оқу орындары, кәсіби біліктілігі мен кәсіби тәжірибесі, тілдік дағдылары, компьютерлік сауаттылығы, жеке қасиеттері жазылады. Мысалы, жауапкершілік, адамдармен қарым-қатынас орнатуға бейімділік, ұстамдылық, мақсаттылық, ұйымдастырушылық және басқарушылық қабілеттер, ұжыммен жұмыс істей білу, ұқыптылық, алға қойған міндеттерге шығармашылық көзқарас, тағы да басқалары. Қызығушылығына келетін болсақ, бұл жерде сіздер өздеріңіздің жаңағы қызығушылық деген хобби, өздеріңіздің хоббиларын жазуға болады. Мысалға, біреулеріңіз саяхаттағанды жақсы көресіңдер, билегенді, домбырада ойнайсыңдар ма, әлде кітап оқығанды ұнатасыңдар ма, тағы да басқа жаңағы өздеріңіздің қызығушылықтарыңды жазасыңдар. Қандай жаңағы шығармашылық өнерлерің бар, міне. Тағы да басқа қосымша ақпараттар деген бөлімге мақтау грамоталарың болса, я болмаса наградаларыңды көрсетуге болады. Кейде мақсаттарыңды жазуға болады. Ол мақсатын жазғанда, онда қызықтыратын жұмыс түрі, жаңағы өздеріңізді қанағаттандыратын еңбекақы көлемі туралы да мәлімет бере аласыңдар. Өмірбаян автобиография. Өмірбаян жеке адамның өмір жолы хронологиялық тәртіпте қысқаша жазылған ресми құжат. Өмірбаян әдетте оқуға түсу, жаңа қызметке орналасу кезінде жазылады. Ол таза қағазға қолмен, кейде арнайы бланкке бірінші жақта жазылады. Онда азаматтың аты жөні, туған жылы, күні, айы және туған жері, ұлты, отбасы, жағдайы, білімі, бітірген оқу орындары, қызметі мен жұмыс тәжірибесі туралы және тағы басқа да қосымша мәліметтер көрсетеді. Яғни, қай жылы дүниеге келдіңдер, сол жылдан бастап жаңағы барлық өмір жолдарыңызды жазасыңдар. Енді түйіндеменің үлгісіне келетін болсақ, мұнда өздерің көріп отырсыңдар, ең бірінші түйіндемеде жазылады да, аты жөніңізді тегіңіз жазасыз, мекен жайыңыз көрсетесіз, телефон номеріңізді бересіңдер, сосын электронный почталарыңызды жазасыз,
туған жылыңыз, айыңыз, күніңіз, ұлтыңыз, жынысы, отбасы жағдайы, үйленгенмін, я болмаса тұрмыстамын, азаматтығы, жұмыс тәжірибеңіз болса, жұмыс тәжірибелеріңізді жазасыңдар, және біліміңізді жазасыңыз. Тілдерді меңгеруі, қандай тілде сөйлей аласыңдар? Мысалы, қазақ тілі ана тілім, орыс тілі жетік білемін, ағылшын тілі сөздіктің көмегімен, компьютерде қандай бағдарламаларды білесіңдер, міндетті түрде жазуыңыз керек. Жеке қасиеттеріңізді жазасыңдар, және бұл жеке қасиеттеріңізді жазғанда міндетті түрде жақсы етіп жазуыңыз керек. Қосымша ақпараттар, қандай спорт түрлерімен айналыстыңдар, я болмаса жаңа айтып өттік қой басында, тағы да қандай шығармашылық өнерлеріңіз бар ма, бәрін қосымша ақпаратқа жазасыңыз. Құштарлығы дегеніміз хобби, хоббиға жаңағы нені ұнатасыңыз өздеріңіз? Айтып кеттік, саяхатқа шыққанды ма, кітап оқығанды ма, тағы да басқа. Өмірбаянның үлгісіне келетін болсақ, өмірбаянды қолмен жазасыңдар, А4 қағазына. Өмірбаян басталады: мен Айдын Ахметұлы Айдархан. Міндетті түрде мен деп бастайсыңдар да, аты жөніңізді жазғаннан кейін, тегіңізді жазғаннан кейін, ол екі жақтан үтірмен жазасыңыз. 1975 жылғы қазанның 15-інде Павлодар қаласында қызметкерлер отбасында дүниеге келдім. Отбасымызда 5 адам бар. Әкем Ахмет Досымханұлы Айдархан. Әрі қарай міне балдар өздерің көріп отырсыздар, барлық өзіңіздің өмір жолдарыңызды жазасыңдар. Үйленгенмін, әйеліміз, мысалға, я болмаса жолдасым деп. Енді балдар міндетті түрде мына төмендегі мағлұматтарды есте сақтаңыз. Бұл жаңағы түйіндемені толтырғанда қажет болады. Отбасы жағдайы, семейное положение, тұрмысқа шыққан деп. Емес, енді тұрмыста деп аласыңдар. Тұрмыста замужым, үйленген, мысалға, үйленбеген, біліміңіз жазасыздар, жоғары, высшее образование, аяқталмаған жоғары, незаконченное высшее, орта арнаулы, орта және орта арнаулы. Әскери қызметке қатысы, военнообязанность, әскери қызметте міндетті, әскери қызметте міндетті емес. Қосымша мәліметтер, мұнда қосымша мәліметтерге не жазуыңызға болады? Спортпен айналысу, курстар бітіру, ағылшын тілінде еркін аздап сөйлей алу, көлік жүргізе білу. Не осындай мәліметтерді міндетті есте сақтауымыз керек. Ал енді тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші жаттығуда сөз тіркестерін аударыңыз. Нужно перевести словосочетание. Екінші жаттығу, сұхбатпен танысыңыз. Здесь во втором упражнении диалог. Читайте обязательно. И тут у нас третье упражнение, үшінші жаттығу. Сұхбат бойынша сұрақтардың жауабын кестеге толтырыңыз. Қандай компания бос қызмет орнына конкурс жариялаған? Қандай бос қызмет орнына конкурс жариялаған? Әсел өз түйіндемесінде қандай мәліметті көрсетпеген? Арман Әселдің қандай жақсы қасиеттерін атап өтті? Міне, балдар, үшінші жаттығудағы сұрақтарға мына екінші жаттығудағы диалогтан жауаптарын осы екінші жаттығудан аласыңдар. Так, ребята, вот смотрите, в третьем упражнении нужно ответить на вопросы. А ответы на эти вопросы находите во втором упражнении. Здесь диалог, прочитайте хорошенько, потом находите вот третье упражнение, выполняйте. Значит, второе упражнение вы просто читаете, а третье упражнение обязательно пишем в тетрадь.
Бесінші жаттығу, сұхбатпен танысыңыз. Мында диалог берілген, осы диалогты оқып шығасыңдар. Не? Алтыншы жаттығуда таблицаны толтырасыңдар. Аты жөні, туған жері, туған күні, жылы, айы, отбасы жағдайы, білімі, бітірген оқу орындары, жұмыс тәжірибесі, бос уақытында не істейді, қандай қасиеттерді бағалайды. Чтобы заполнить таблицу, ответы вы найдете здесь в 5-м упражнении. Так, енді мында үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында сіздер 7-ші тапсырма өзіңіз туралы мәлімет толтырыңыз. Нужно заполнить бланк. Бланк тут у нас нужно заполнить по себе. Аты жөніңіз, ұлтыңыз. Үй тапсырмасы 8-ші тапсырма өзіңіздің түйіндемеңізді, өмірбаяныңызды жазыңыз. Так, и второе задание домашнее, это 8-е упражнение. Нужно составить свое резюме и написать свою автобиографию. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді қазір сіздер ең бірінші тапсырмаларыңызды орындап, асықпай отырып орындайсыңдар, сосын классрумға жібере беруіңізге болады.